Баршаға сәлем, менің бір күнім таңғы шайдың посудаларын жуып алдым. Содан үйді зуылдап отырып осылай тазалап пылесос ұстап алдым. Содан кейін есіктерді, терезелерді жуып шықтым. Маған көмекке үлкен ұлым келді, әмір полдарды жуды, мен есіктерді жуып алдым осылай. Сосын тез етіп одеялымды төсеп алдым да, обедтің уақыты болып қалыпты. Үйде атам бар. Кешегіден қалған бешбармақты осылай кеспе сорпа қылып, қыздырып, өлтіріп, дайындап, қарнымыз тойдырып алдық. Содан нанға қамыр ашытып қойдым. Балаларды атама тастап, әмірді алып шықтық. Ертең бізде маңызды күн. Соған бір-екі киімдер алдық, Ақсезімге алдым. Содан үйге келіп, тез етіп кешкі тамақтың қамын бастадым. Қамырымды ашып тұр екен, зуалап пешке салып жібердім. Шетінен бауырсаққа қамыр алып, осылай кесіп, кешкі тамаққа қосымша ыстықтай бауырсақты жеп аламыз. Тамағым да дайын болды. Енем де жұмыстан келді. Осылай тамағымызды жеп алдық. Лағман болды. Посудаларымды жуып алдым, жүк еткізіп. Сосын енем ет алып келген. Біз негізі жіліктеп алатынбыз. Осы жолы осылай алдық, мякоть еттерді. Мен осылай дайындап қоямын, сразу алып қуыра беретіндей қылып. Ал сіздер айына қанша килограмм ет аласыздар?